Ассалаумағалейкум достар, сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге мен Ерғали Арынов. Бүгін біз сіздермен бірге Паскаль бағдарламалау тіліндегі if шартты оператормен танысатын боламыз. Сонымен біз бастаймыз. Достар, келесі кезекті осы if шартты операторы жайлы қысқаша теориялық мәліметтерге берсек, жалпы уақыт өткен сайын біздің мынау өтіп жатқан оқу дәрістеріміз және де бағдарламаларымыз шамалы күрделене түседі. Себебі соған сай біздің де тақырыбымыз мынау күрделеніп бара жатыр. If шартты операторы бұл енді Паскаль бағдарламалау тіліндегі негізгі операторлардың бірі. Жалпы Паскаль бағдарламалау тілі емес, бүкіл бағдарламалау тілдеріндегі осы негізгі операторлардың бірі болып табылады. Жалпы if шартты операторы арқылы түсінікке ие болу үшін біз сіздермен қарапайым мысалдарға бір шамалы көз жүгіртіп өтсек, жалпы біз осы алдағы уақытта бағдарламаларымыздың күрделенуіне байланысты біз осы бағдарламада өтіп жатқан материалдарымызды және де өтіп жатқан жаңа дәрістерімізді, бағдарламаларымызды осы өмірмен байланыстырып көретін болсақ. Себебі оқу материалы өте шамалы қиындау, соған байланысты біз сіздермен не өтіп жатқанымыз жайлы шамалы сәл де болса бір түсінікке ие болсақ, өмірмен байланыстыру арқылы. Солай ғой. Жалпы if шартты операторы жайлы айтатын болсақ, оны бір қарапайым бір өмірден бір мысалмен сіздерге қазір мен өзім келтіріп көрейін. Мысал үшін сіз үйде жатқан едіңіз, анаңыз сізге келіп айтты: балам, үйде нан таусылып қалды. Дүкенге барып нан алып келе ғой деп айтты сізге. Енді сіз дүкенге шықтыңыз. Міне қарапайым мысал. Мысал үшін үйден дүкенге шықтыңыз нан алуға. Және де дүкенге сіз бара жатсыз. Бара жатқан кезде сізде жол екіге айырылды. Бірі солға қарата кеткен жол, екіншісі оңға қарата кеткен жол. Әрине сіз енді бұл жағдайда не істейсіз? Сіз бұл жағдайда дүкен орналасқан жолды таңдап, сол жол арқылы дүкенге барасыз нан алуға. Егер дүкен сол жақтағы жолда орналасқан болса, сіз сол жаққа қарай жүресіз. Ал дүкен оң жақта орналасқан болса, сіз оңға қарата жүресіз. Міне, көрдіңіздер ме? Дәл сол сияқты бағдарламалауда да жазған бағдарламаңыздың мақсатына қарай, яғни жазған бағдарламаның ішіндегі орындалатын іс-әрекеттің мақсатына қарай, сіз бағдарламалауда да оңға немесе солға, былайша айтқанда бірнеше жолдың біреуін таңдауға тура келеді. Яғни мақсатына қарай не бірінші жолмен жүресіз, не болмаса екінші жолмен жүресіз. Жалпы енді if шартты операторының өзіне келетін болсақ, бағдарламауда ол қалай жазылады, міне соған синтаксисіне тоқталатын болсақ, жалпы if шартты операторы if кілттік сөз арқылы жазылады. Одан кейін бізде бағдарламада шарт кетеді. If шартты операторынан кейін, кілттік сөзінен кейін бізде шарт кетеді. Одан кейін then кілттік сөзі, яғни егер, одан кейін шарт, одан кейін олай болса, яғни мына жердегі шартымыз біздің ақиқат болса деген сөз. Егер мына шарт ақиқат болса, олай болатын болса, осы ақиқат болған шартқа тәуелді іс-әрекеттер орындалады. Яғни мынау, мына көкпен белгіленіп тұрған іс-әрекеттер. Әйтпесе деген сөз, мынау шартымыз біздің жалған болса. Жалған болатын болса, онда осы әйтпесе сөзінен кейінгі іс-әрекеттер бізде орындалады. Теориялық тұрғыдан міне if шартты операторы осындай. Жалпы енді мынаны жаңағы жоғарыда айтылған мысалмен байланыстырып көретін болсақ, егер дүкен сол жақта орналасса, онда сол жақпен жүр деген сөз мынау. Әйтпесе оң жақпен жүр. Міне осы қарапайым мысал. Әрине енді бағдарламада дәл бұндай болып келмейді. Бірақ та біз түсінікке ие болу үшін if шартты операторы жөнінде біз түсінікке ие болуымыз үшін осындай мысалды сіздермен бірге келтірдік. Біз енді сіздермен бірге алдағы уақытта нақты бір мысал келтіріп осы if шартты операторының жұмысын көрсететін боламыз. Ал жалпы түсінікке ие болу үшін осы айтылған материалдар бізге жеткілікті болады деп ойлаймын.
Сонымен достар, біз сіздермен бірге if шартты операторына нақты бір мысал келтіріп көрейік. Бізде бір келесідей есеп берілген болсын. Мысал үшін, пернетақтадан сан енгізілсін. Егер енгізілген сан 0-ге тең болса, сіз 0 санын енгіздіңіз деген хабарлама шығарылсын. Әйтпесе, енгізілген сан 0-ге тең емес деген хабарлама шығарылсын. Міне бізде осындай бір қарапайым бір есеп берілген. Біз осының бағдарламасын сіздермен бірге Pascal тілінде құрып көрейік. Жалпы қазір біз сіздермен бірге бірінші есепті талдап алатын боламыз. Соған байланысты Pascal тілінде бағдарламасын құратын боламыз. Ал енді есептің өзіне келетін болсақ, есептің талдалу жолы мынандай. Міне біздің көріп тұрғандарымыздай дәл жоғарыдағы мысал сияқты бізде алдымызда екі жол пайда болады. Енді сол жолдардың қайсысымен жүреміз, ол осы шартқа байланысты болады. Біздің есепте айтылғандай, егер сан 0-ге тең болатын болса, сіз 0 санын енгіздіңіз деген хабарлама шығарылсын деп айтылған. Ал енді біз мына жолда көріп тұрмыз, екі жол айырылған. Егер бізде бағдарламада біз сан енгіземіз ғой пернетақтадан. Егер пернетақтадан енгізілген сан 0-ге тең болатын болса, біз онда мына жоғары жақтағы жолмен жүреміз. Яғни біз мына әрекетті орындаймыз. Ал егер ол сан 0-ге тең болмаса, әйтпесе, онда біз мына жолмен жүреміз, екінші жолмен. Міне біздің есептің талдауы осындай. Енді дәл осы талдауға байланысты біз енді Pascal тілінде соның бағдарламасын құрып көрейік. Pascal ABC бағдарламалау ортасын ашайық. Байқап тұрғандарыңыздай, менде сан деген бір бүтін типті айнымалы бар. Оны жариялап қойдым. Ал енді бағдарламаның коды келесідей болады. Енді біз экранға қарапайым бір бағдарламаның хабарлама шығарып көрейік. Бағдарламадағы бір ақпараттық бағдарламаны шығарып көрейік. Пернетақтадан сан енгізіңіз деген, пернетақтадан сан енгізіңіз. Сан енгізіңіз. Бізде енгізу операторы қандай еді? Readline операторы. Readline операторы. Оның мәнін біз сан деген айнымалыға жазамыз. Міне. Енді біз мынау схемаға қарап, осы екі жолдың біреуін таңдап жүреміз. Яғни енді шарт кетеді осы жерде. Шартымыз қандай? Сан 0-ге тең болса. Солай ғой. Яғни біз мынау if шартты операторына шарт деген жерге біз енді сол шартты жазатын боламыз. Шартымыз қандай? Сол санымыз тең болса қаншаға? 0-ге. Олай болса, қай жолмен жүреміз? Жоғары жақтағы жолмен жүреміз. Яғни сіз 0 санын енгіздіңіз деген хабарламаны экранға шығару керек. Сіз санын енгіздіңіз. Ал егер бұлай болмайтын болса, әйтпесе дейді. Әйтпесе, яғни енгізілген сан 0-ге тең болмаса, онда мына жолмен жүру керек. Ол жол бізде қай жаққа апарады? Яғни енгізілген сан 0-ге тең емес деген хабарламаны экранға шығару керек. Дәл осы әрекет экранға шығару операторы WriteLine. Әйтпесе, жазуды өшіре салайық, енгізілген сан 0-ге тең емес. Міне осындай қарапайым мысал, қазір сіздермен бірге біз орындап көрейік. Тағы айтпақшы, осы жерде айтып кететін тағы бір маңызды ескерту. Мына else кілттік сөзінен алдын бізде нүктелі өтір болмау керек. Естеріңізде болса, нүктелі өтірді бір әрекетті екіншісінен ажырату үшін қоятын едік. Ал енді else сөзінен алдын біз нүктелі өтірді қоюымызға болмайды. Себебі бізде қателік туралы хабарлама шығады. Міне, сенбесеңіздер қараңыздар, міне. Сол үшін нүктелі өтірді алып тастаймыз. Осыны есте сақтағандарыңыз жөн. Сонымен орындап көрейік. Міне, пернетақтадан сан енгізіңіз. Сан енгізіп көрейік. 7. Енгізілген сан 0-ге тең емес. Дұрыс қой. Яғни санымыз сан деген айнымалыға 7 деген мән келді. 7 тең 0. Яғни ақиқат па, жалған ба? 7 0-ге тең емес, ақиқат қой. Ақиқат жалған ғой. Жалған болғандықтан, яғни 7 тең 0-ге деп тұр. Жалған ғой.
Сондықтан else сөзіне кетті де іс әрекет мынау WriteLine операторындағы сөз экранға шықты. Ал енді қайтадан орындап көрейік. 0-ді беретін болсақ, міне 0 0-ге тең. Ақиқат, мына жердегі пікір ақиқат болды. Ақиқат болғандықтан then операторынан then кілттік сөзінен кейінгі іс әрекет орындалды. Яғни мынау сөз экранға шықты. Міне осындай қарапайым бағдарлама. Достар, осы if шартты операторына байланысты тағы да бір өте маңызды мәліметтерді айтып кетсем, мысал үшін қараңыздар да, егер де мына шартқа if шартты операторындағы сіздің жазған шартыңызға бір емес, бірнеше іс әрекеттер тәуелді болатын болса, ол іс әрекеттерді сіз begin, end қызметші сөздерінің арасына жазуыңыз керек болады. Мысал үшін қараңыздаршы, мынау бағдарламаның жаңа біз осы есепті шештік қой. Енді осы есептің берілгенін шамалы өзгертіп көрейік. Егер мысал үшін сан 0-ге тең болатын болса, енгізілген сан, сіз 0 санын енгіздіңіз деген сөз шығарылсын, және де одан кейін жарайсыз деген сөз шығарылсын. Әйтпесе, енгізілген сан 0-ге тең емес деген сөз шығарылсын, одан кейін тағы да жанына қателік деген сөз шығарылсын. Яғни бірінші жағдайда, мысал үшін 0-ге тең болатын болса, сіз 0 санын енгіздіңіз деген сөз шығарылсын, одан бөлек қасына жарайсыз деген сөз шығарылсын. Яғни бізде қарап тұрсаңыздар, екі іс әрекетті орындалды. Бір шартқа, яғни мына шартқа бізде екі іс әрекет тәуелді болып тұр. Екі демей ақ қойыншы, бірнеше деп айтайыншы, сол дұрыс болады. Яғни бұл жердегі тәуелді іс әрекеттер, бұл деген сөз, бұл жердегі тәуелді іс әрекеттер екіден де көп болуы мүмкін деген сөз. Сонымен, яғни бір шартқа бірнеше іс әрекеттер тәуелді болатын болса, онда оларды begin және де end қызметші сөздерінің арасына жазу керек. Мына жерге нүктелі тұр қойылады. End қызметші сөздерінің арасына жазу керек. Endтен кейін нүктелі тұр қойылмайды. Себебі endтен кейін бізде алдында else қызметші сөзі бар. Бұл деген сөз мына шартқа, яғни мына екі іс әрекетте санымыз 0-ге тең болған кезде орындалады деген сөз. Мына шартқа мына екі іс әрекетте соған тәуелді болады деген сөз. Дәл сол сияқты else қызметші сөзінен кейін де бірнеше іс әрекет орындалатын болса, яғни мына шартқа тәуелді жалған болған жағдайда да бірнеше іс әрекет орындалатын болса, оларды да begin, end қызметші сөздерінің арасына жазған дұрыс болады. Мысал үшін, мына жерде біз жаңа есепте қарасақ, қателік деген хабарламаны экранға шығару керек болып отыр. Қателік. Бұларды да begin, end қызметші сөздерінің арасына жазу керек. Естеріңізде болса, бұларды біз құрама оператор немесе блок деп атаған болатынбыз. Мына endтің соңына бірақ нүктелі тұр қойылу міндетті. Әрине енді көркемділік үшін, әсемділік үшін былай жазып қоюларыңызға болады. Begin қызметші сөз, жоқ, кешірім, былай. WriteLine астына begin, end, else былайша жазып қоюларыңызға болады. Не болмаса былаймын. Endті мыняға. Дәл сол сияқты мынаны былай жазып қоюларыңызға болады. Міне. Енді орындап көрейік, бұл жерде не болады? Мысал үшін 0 санын енгізетін болсақ, кешірім сұраймын, мынаны біз жарайсыз деген сөзге ауыстыруымыз керек еді ғой. Жарайсыз. 0 санын енгізіп көрейік. Сіз 0 санын енгіздіңіз, жарайсыз. Ал егер мысал үшін 7 деген сан енгізсек, енгізілген сан 0-ге тең емес, қателік. Міне, көріп тұрсыздар ғой. Яғни мына шартқа бірнеше іс әрекеттер тәуелді болатын болса, оларды біз begin және де end блогының, яғни құрама операторының құрамына жазуымыз керек болады. Міне, бұл өте маңызды нәрселердің бірі. Бұларды сіздер жаттап алуларыңыз керек болады. Негізінен айта берсек, өте мағлұматтар өте көп осы шартты операторға байланысты. Мен сіздерге қазір негізгілерін айтып отырмын. Сондай-ақ бұлардан бөлек мынау else қызметші сөзі туралы айтқым келіп отыр. Else қызметші сөзі бұл негізінен жазылуы міндетті емес сөз болып табылады. Яғни
else қызметші сөзінен кейінгі операторларды жазу міндетті емес. Оны біз қай кезде жазамыз? Айтқым келгені, бұны біз яғни шартымыздың, шарт демей ақ қояйық, есебіміздің берілген мақсатына қарай, есептің берілген шартына қарай жазамыз. Егер де ақиқат болатын жағдай болады, тек қана ақиқат болатын жағдай ғана болатын болса, онда else сөзі керек емес. Ал егер ақиқат болып тұрып, жалған жағында іс әрекеттің ақиқат немесе екінші жағы жалған жағы болады ғой. Егер жалған жағы да қолданылатын болса, онда else қызметші сөзін жазу керек болады. Біздің жағдайымызда біз ақиқат, қазір мына жерде біз ақиқат жағында, яғни ақиқат болған жағында, және де else деп отқан сөзіміз жалған болған жағында біз пайдаланып отырмыз. Сол үшін біз else қызметші сөзін жаздық. Ал негізінен мынаны алып тастауға да болады. Міне, мынаны алып тастасақ, and қызметші сөзінен кейін нүктелі тұр қояды бізде. Міне. Орындап көрейік қазір сіздермен бірге. Ешқандай қателік шықпайды. Міне кодтысы орындалып тұр. Мысалы үшін бұл жерде не болады енді? Егер 0-ді енгізсек, мысалы үшін 0-ді енгізсек, мына хабарламаның өзі шығады. Ал егер 0-ден басқа сан енгізсек, ештеңе орындалмайды. Мысалы үшін 7. Жарайды, 7 емес, 999. Міне, ештеңе орындалған жоқ. Себебі біз жаңа else деген шартты алып тастадық. Оның жазуы біз сіздермен бірге айттық, міндетті емес деп. Міне енді осы сіздің берілген бағдарламаңыздың мақсатына қарай сіз осы if шартты операторын қолданатын боласыз. Болды. Сонымен достар, бүгінгі біздің if шартты операторына арналған бейне сабағымыз өз аяғына жетті. Зейін салып, уақыт бөліп тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі сабақтарда кездескенше аман сау болыңыздар достар.